Сәлем достар, менен жаңа рецепт қабыл алыңыздар. Жұмсақ, ауызға салғанда еріп кететін бауырсақты бірге дайындайық. Ең алдымен ыдысымызға май, қант, тұз, майонез саламыз да қайнаған ыстық суды құйып, майымыз ергенше араластырамыз. Одан кейін жұмыртқа, жылы сүт, дрожжды қосып араластырып, жаймен ұнды қоса отырып, жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр илеп, жылы жерге орап қойып қоямыз. Одан кейін ашыған қамырымызды кішкене ұн себеп отырып, жайып аламыз. Мен бейсенбі жұма күндері бауырсақ пісіргенде міндетті түрде жез шелпек пісіріп таратып жіберемін. Екеуінің тестасы бір. Ал бауырсақтың қамырын өздеріңізге ұнаған көлемде дөңгелекше етіп кесіп, болмаса қарапайым төрт бұрышты қылып кесіп пісіріп алсаңыздар болады. Барлығын кескеннен кейін бетін матамен жауып 10-15 минутқа қалдырсаңыздар, бауырсақтарыңыз жақсы көтеріліп әдемі болып піседі. Міндетті түрде қызып тұрған майға пісіреміз. Сонымен біздің бауырсақтарымыз бен шелпегіміз дайын. Аяғына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын.